Doğru çıkıyor.
Oy malani. Yem joğarı stolda, yem joğarı. Ne joğraman öldürüldü. Tak, muğandırına sol cana. Oturuyor göster. Musa? Hürmetli atamalar kırmızı tezler. Atamalar 10 cana. 17. Allah. Yemin anlatasın. Kuatlar sol cana. Sol cana öbürüne sol cana. Hayır. 10 cana ötesi. 10 cana. Kovaydı. Onları ben zayıf kullandım. Satın aldım. Evet, birisi birinden oturur. Karak karak.
Kimdi? Fayda yok. Hamano kimdi? Yanlarınızdan durun, ballarınızı kavurdunuzlar.
Ama kırık olsun. Jatsa söyle. Ağay biz jagat sorun. Zet. Adamlar kadar bakmat.
Biz az тұрмыз bu yerде. Директор кешігіп жатыр екен бір жағдайларына байланысты. Жаңа машина кетті, соны күтеміз ба жоқ? Бастай береміз ба мен? Сағат 12 болып қапты өзі. Келсін ба? Сен күде тұрайық ай. Сол көпшілікке сабағымыз да. Жазды. Мәшінеміз кетті. Мәшінеміз кетті, қолын жанлап. Yok ara zavuş bulgu buldu koy. Жо әңгімесі алу керек па, факт қылу керек па? Құрметті ата-аналар, сәл бір минут құлақсаңыздар. Қазір мына жаңа айтты ғой, директорды күтіп жатыр, кешігіп жатыр ғой, бастай берді қазір мына көпшілік. Нерде үлкен мұғалімдер бар екен, завуштар бар екен, сол кісілер бастай береді, келгеннен кейін кешірім сұрадыңыз ада болса. Қайтеміз еді? Жаңа құрметті ата-аналар, оқушылар, мынау балдарымыз бүгін бір қуанышты күн болып тұр. Бәрімізге, балдарымызға да, ата-аналарға да мынау ұлдарымыз мектепті аман-есен бітіріп, мынау үлкен болашаққа аттағалы отыр. Қазір осы жерде біз тамада сайлап алуымыз керек, асаба. Мына нені жүргізу үшін. Осы жерде Өмірзақ деген өзіміздің ініміз бар, мұғалім. Сол кісіге тамада сайласақ қалай? Рұқсат бересіздер ме? Бола ма? Өмірзақ? Bir ağızdan қабылдайсыздар ма? Қан көмекі, жұмысқа кірсесін, бір шетінен өзіңіз үйреніп аласыз ғой. Келген атана, ұстаз қауым, мынау жаңалдегі мектеп қабырғасынан шыққалы тұрған жас жігіттер мен қыздар, мына бүгін сіздер үшін де, біздер үшін де ұмытылмас бір тамаша күн. 32-ші мектеп түлектер бұл 2000 жылы ғасыр уақытына сәйкес келген, ол екінің бірінің өміріне сәйкес келе бермейтін оқиға. Мұны жаман жақсылы өшерді сенім арттырып, асабалық қызметті беріп отыр екенсіздер. Оларыңызға мыңда бір рахмет. Асабаның құрметіне кішкентай болса да бір шапалақты қойып қойыңыздар. Одан кейін тойымызды ары қарай жалғастыра береді. Жерде сіздердің алдарыңызға таң атқанға дейін өнер көрсететін қыз жігіттермен таныстырып қойсам. Мынау сіздердің алдарыңызда кішкентай ғана бойы бар. Бойдақшылық анда-санда қасиеттік қылығы бар. Айгүл деген әнші қызымыз. Осы қыздың құрметіне қатты шапалақ ұрып. Ағмар, кешіресіз. Жаңылдегі анда-санда алдына барып тұрамыз ғой, Саянжан ертең біздің ауылда той десең, Өмірзақ ар жүрсін, мен $100 кем емес дейтін, руководитель Саянның құрметіне доғал шапалақ. Мас оқаппын, жаман кешікпін, осындай тойда мен ендігі әрі, бұдан кейінгі тойда ешқандай қылығымды екінші рет қайталанбаймын. Бірақ қайталасам да бейне таспаға қайта түсіріп аламын деген шашы аппақ. Жетісай қаласының пед колледжінің білдей мұғалімі. Мұны жерде жаңағыдай көрші совхозда тұрады. 2 бала шағасы бар, 4-еуінен ажырасқан. Жұман деген ағайдың құрметіне шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді құрметті қонақтар, біздер енді сөзімізді арқалап жалғастырамыз. Жаңалдегі қандай жағдайда болмасын, ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды, коллектив басшысыз болмайды дейді ғой. Соның кешіккеннен кейін біздер де кешігіп отырмыз, қалай сөз бастарын тағы ұмытыңқырап отырмыз. Енді директор болмаса, оның осы жерде бір топ орынбасар бар. Бір топ орынбасардың ішіне мен өзіміздің мектебіміздегі үлкен аға оқытушы Садуақас ағайды қосып шақырсам. Садуақас ағай, Нұрғали ағай, Бүркітшер ағай, үшеуін ортаға бір-ақ шақырсам. Уақыт өте тығыз. Қана орындарыңыздан тұрыңыздар да
тез жылдам келіңіздер. Егер директор апай келіп қалса, кешірім сұраймыз деді ғой. Бұл апайлар, ағайларға құрметтеп туыс Саянжан. Құрметті ауылдастар, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті мектебіміздің 32-ші түлектері. Мінекей біздің ауылымызда бүгін 55 жастың өмірге қадам басатын 55 жастың тойы болып отыр. Сонымен бірге бұл тойға ол 55 емес, осындағы 55 мұғалім, оның 110 ата-анасы қуанып отыр. Енді не айтамыз? Өмір ағып жатқан өзен тынымсыз ағады. Қаншама адамдар өмірге келеді, қанша адамдар өмірден кетеді. Бұл өмірдің заңдылығы. Ал енді осыдан 32 жыл бұрын бітірген мектеп бітірген менің шәкірттерім отыр. Енді осы 32 түлекке де, выпускке де мен өзім сабақ беріппін. Бұл да мен үшін үлкен бір қуаныш қой деп ойлаймын. Осы елімнің, халқымның ұл қыздарын ізгілікке, адамгершілікке баршамам келгенше оқыта берсем, бойына адамгершілік қасиеттерді құя берсем, деп ойлаймын. Құрметті 11-ші класс бітірген менің шәкірттерім, Құда қаласа сендер өмірге қадам басқалы отырсыңдар. Қадамдарың құтты болсын. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Өмір деген бір асфальт жол емес, өкшені тықылдатып кете беретін. Өмірдің шыңы бар, өмірдің құзы бар, өмірдің құмы бар, өмірдің сан тараулы жолдары бар. Кейде жақсы деп жүрген адамның өзінен көңілі қалып түңілетін уақыттар болады. Өзі жақсыменен жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа дейді. Шырақтарым, адамдарын тауып жолдас болыңдар. Жақсы жолдас еш уақытта жолдасын қиыншылықта қалдырмайды. Сендер алпамыстың алдаспан қылышындай өткірсіңдер. Сол қылышты бекерге жұмсай бермей, керекті жеріне жұмсаңдар. Алып түсіңдер, шауып түсіңдер. Еліміздің мынау керегіне, абай айтпақшы, сендер де бір кірпіш дүние кетігін тапта бар қалан дегендей. Сол кетіктеріңе барып қаланыңдар. Сендердің 55-лерінің бәрін пешененің профессоры болу, президент болу бұйырмаған. Оны біліңдер. Әлігі орыстың бір ақын айтқан екен. Ақын болу міндет емес, елдің азаматы болу міндет деп. Қай салада жүрсеңдер де, ар ұяттарыңды жоғары ұстап, адамдық арды қорғап жүріңдер.
Сабырлық деген мінез сендердің бойларында мол болатын болсын. Әділдік үшін барлық уақытта күштеріңізді жұмсаңдар. Бәрімізді жаратқан Алла. Әлемде артық кетпеспін деп ойлаймын. Көзге көрінетін Алла. Мына отырған ата-аналар. Осы ата-аналарыңды сыйлаңдар. Көпті сыйлаңдар. Мен болдым деп үш уақытта көкіректерін қақпаңдар. 45 минутқа жақындасып қалдым ба деймін, кешірерсіңдер. Айналайын, сендерге бақыт тілеймін. Құрметті ата-аналар, 11 жыл біз тәрбиеледік. Енді бір 9 ай көтеріп, радонға барып босанады. Аналар, біз 11 рет толғаттық. Осындағы мұғалімдердің шаштары бекерден бекер ағарған жоқ. Осындағы мұғалімдердің беттеріне әжім бекерден бекер түскен жоқ. Осы 55 баланы 11 жылдан бері тәрбиелейміз деп. Біздің еңбегіміз осы. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, перзенттеріңіздің қызын көріңіздер. Құрметті 32-ші мектеп бітіруші жастар. Құрметті ата-аналар. Міне бүгін біз балаларымыз мектепті бітіріп отыр. Бұл біздің балаларымыз үшін, біздің ата-анамыз үшін өте бір қуанышты күн. Осы қуанышты күн қандай жақсы. Балдарымыз кішкентай болып келген болса, қазір бәрі бой жетіп, жігіт болып, өсіп, жақсы болып, кәдімгі жетіліп, білім алып, енді өмірге жолдамалы қалып. Мен не деймін? Балаларға енді келешекте ұзақ өмір, денсаулық, және де оқимын дегендеріңе одан ары оқуларын жалғастырыңдар. Оқу білімде шек жоқ, білім шексіз. Сол Құдай сол білімді өздерінің игілігіне, халқының игілігіне пайдаланыңдар деп мен тілеп білдіреді. Бір ғалым айтқан екен, ғалым болу оңай екен, бірақ адам болу қиын екен. Ол қайда жүрсең де, мейлі жұмысшы бол, мейлі ғалым бол, мейлі мұғалім бол, бар уақытта адал болыңдар. Сендер егер адал болсаңдар, сендерді жұрт сыйлайды, сендер де жақсы азамат болып, сендердің балаларың да жақсы азамат болып жетіледі. Мынау енді көп сөйлеп соза бермейік. Мынау халқымызда мынандай сөз бар. Жауым менен жері көгерер, бата менен ел көгерер. Мен бұлай деп бір бата берсем деп. Тәңірдің өзі енді жарылқасын, көрген ел тамсанып таңырқансын. Халқымыз көп көрді ғой озбырлықты, тілекті Тәңір өзі қабыласын. Жортқанда жолдарың болсын. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, бүгінгі негізгі себепкері мына кештің мынау еңбек орта мектебінің 32-ші түлектері. Құда қаласа бұлардың барлығы мемлекеттік емтиханды аяқтап, барлығы алдағы өздерінің армандарына сапар шегіп келіп отыр. Мынау алдымдағы мынау 32-ші түлектерге айтарым негізгі мына себепкер осы кештің сапарларының сәтті болсын. Әрдайым еш жерде сүрінбей, шалдықпай, алға қойған мақсаттарына аман-есен жете беріңдер. Мынау құрметті ата-аналар, мынау балдарыңызға осынша дастархан жайып, мынау ұстаздар коллективінде шақырып осындай дастархан жайып шақырғандарыңызға дастархан жайып. Рахмет сіздерге.
әрдайым осы балдарыңыз осы дастархан жайып осындай қызықшылық той істеп беріп отырсыздар. Сол алдарын әрдайым осыны ақтай берсін, дендері сау болсын. Мынау сіздерге де тілерім, әрдайым бақытты болыңыздар. Бұдан кейінгі балдарыңызда осылай мектепті аяқтап, аман-есен өзінің алға қойған мақсатына жете берсін. Мынау шәкірттеріме айтарым, мынау өзіміздің еңбек орта мектебін аяқтап отырсыңдар. Қай жерге барсаңдар да осы мектепке ешқандай кір келтірмей, осы еңбек орта мектебін алға тұтып, сендер мынау 2000 жылы 21 ғасырды сіздер бітіріп отырсыңдар. 21 ғасырда мынау 3-ші мыңжылдыққа қарсы бұл жылда бітірген балдары жаман болмайды деп ойлаймын. Барлықтарың бақытты болыңыздар. Мынау ата-аналар сіздерге де бақытты деймін. Дастархандарыңыз үйлеріңізде әрдайым жақсылыққа жайылып, осындай балдарыңызды өсіріп жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Рахмет, үлкен рахмет. Қане музыка. Осы жерге келіп, бала шағамызбен, сол әулетімізбен бір камераға жаңағыдай бейне тасмаға түсіп қалып, одан кейін жаңағыдай ішіміздегі ірі бастыларымыз сөйлесе, одан кейін би неге жіберсек, мына светті де уайымдап, бұл кісілердің де бастары өте қатын қарап тұр. Енді осыны сіздердің алдарыңызға кішкентай өтініш ретінде сұрауымызға тура келіп тұр. Енді құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, біздер сөзімізді жалғастырамыз ары қарап. Мені айтпай қалды деп сіздер отырмаңыздар. Балдарыңыздың фамилиясы шыққаннан осы жаққа қарап қимылдай беріңіздер. Себебі уақыт өте тығыз. Жаңағыдай көп сөзді тоқтатыңдар деген ұсыныс келіп тұр ғой жерге. Енді мен берде жалпы біздің Буланып Алмас деген 11 класс бітірушінің үлкен әжеміз бар. Осы жерде үлкен қарт әжеміз. Одан кейін Мұхимов Бекмахандікі, одан кейін Ақынова Жұлдыз, Жандабаев Құрмантай деген кісілерді, оқушылардың ата-аналарыңызбен жылдам осы жерге келіп, жақсы тілектеріңізді айтып, одан кейін әндеріңіз болса, осы жерде тұра салып ән айтып кетулеріңізге болады. Келіңіздер, қане ата танылғандар. Тез-тез. Ал енді сіздер енді семьяларыңызбен әулеттеріңіз, бала-шағаларыңыздың қасында тұрып алыңыздар. Мына енді құрметті әжелер, мына сіздердің жастарыңызға бізді жете берейік. Жаңалдегі өсіріп отырған немерелеріңізді жете берейік деп сіздерді жаңалдегі ортаға шақырып отырмыз. Мына апа, бастай беріңіздер. Жақын шығыңыз. Не дейміз енді, осынша көпшілік жиналып өстім. Мына балдарды құрметтеп, 11 жыл оқыған несін құрметтеп, осы халыққа той жасап беріп отыр. Мұғалімдер, бәрлеріңізге рахмет айтамын. Мына балдардың 11 жыл оқыған жүрген несі осы. Мына видеоға түскеннен кейін естерінде қалып көріп, бұрын біз осындай оқыған едік, осындай жүрген едік, өсіп бітірген едік деп көргенде естеріне алып тұрады. Ал балдарымызға тілейтініміз міне үлкен өмірге қадам қойып тұрсыңдар айналайын. Қадамдарың құтты болсын, 11-ді бітіргендерің құтты болсын. Әр уақытта көргендерің жақсылық болсын. Әр қайсыларының ойларында әр түрлі аңсаған армандарың бар. Сол армандарыңа жетіп, мақсаттарыңа жетіп, ойларың әр уақытта ойлаған ойларың жүзеге аса берсін деймін. Осында барлық көпшілікте де тілейтінім, барлықтарың үйлеріңде той болсын, тамаша болсын, көргендерің ылғи қызықшылық болсын. Дастархандарың тойға жайылып, бала-шағаларыңның қызығын көріп,
көргендерің қызық болып жүре берсін. Мынау тойға батқандарың құтты болсын, мұғалімдер болсын, жеткізіп, әр отағатына неған құтты болсын. Осы көпшілікте, осы бәріміздің арманымыз осы балдар ғой, балдар оқуға түссін, Құда қаласа бәрі армандарына жете берсін. Бәріңе осы не тілеймін, мұғалімдер Tezden aydınlar, tezden. Al köpçülük, mına jeyilgan ulkan kişiler, mına toylarınız kutlu olsun, mına elimiz, halkımız aman bolsun, hükümetimiz tinchlik bolsun, mına jetip keletken jetkinçilikler baxtlı olsun, elдің жақсы azamаты bolsun, ulkan kişi, mına muğalımlar, kelin, balдар, rahmet, 11 yıllık bitirgenine, әйтеуір арманына жете берсін, тойға баса берсін, жылда осындай тойға жеткізе берсін айналайын балдар. Білгеніміз осы енді. Көпшілік тойға түгеміз құтты ола берсін. Сәді оқас, мына мұғалым болып, балдарымызды 11 жылы оқытқарың құтты ола берсін. Жасты келіндер, тағы аталмаған мұғалымдар, рахмет. Мына бақыт тілеймін бар балаға. Тойымыз тойға ұласын енді, өмір бақи өз тойылып жүре берейік. Ал құрметті көпшілік атана, мына тойларыңыз құтты болсын. Бірінші очередь Ділдебек ағамыз бен Апуза жеңгемізге рахмет, осынша халықты жинап, өсіп той жасап отқандарыңызға. Одан кейінгі мынау осы жастарды 11 жыл оқытып, осы кәмелетке жеткізіп, білім беріп, осындай жаңағы қазақтың бір азаматы ең отқанына ұстаздар қауымына рахмет дейміз. Міне ұстаздық, Құда қаласа осы жастарға білім, тәрбие беруден жалықпаңыздар, дендеріңіз сау болсын, семьяларыңызға бақыт тілейміз. Одан кейінгі мынау жас түлектердің ата-аналары. Осы балдарыңыздан Құда қаласа үлкен үміт күтіңіздер, бір жақсы қазақтың бір азаматы болсын, бір үлкен оқу орнына түсу, басқа болсын, азаматы болып жетіле берсін. Одан кейінгі жалпы көпшілік осы жастар бақытты болсын, ден сау болсын, осы тойда жолға берейік сол үшін. Рахмет. Болдыңыздар ма? Ойлан айтатын болдыңыздар ма? Онда жайғасыңыздар, жайларыңыз болады. Рахмет. Бір. Құрметті қонақтар, біздер енді сөзімізді ары қарап жалғастырамыз. Жаңалдегі біз мектеп коллективі болғаннан кейін, мектеп коллективі бұл күнде үлкен ұжым. Ол қандай бір ұжым болмасын, оның бір үлкен бір жетекшісі болады. Жаңалдегі біздің енді осы жерде келген жаңалдегі Жеңіс Күләпайымызды біздер ортаға шақырып, мына оқушылардың ресми түрде аттестатын беруге рұқсат етіңіздер. Жеңіс Күләпай, ортаға келсеңіз, Жеңіс Күләпайдың құрметіне тағы күш и шапалақ. Шапалақ беріңіздер, шапалақ. Құрметті 32-ші бітірген түлектер, құрметті ұстаздар, сіздердің мінекей жиналып отырғандағы
бір себепкер, осы біздің жас түлектеріміз 11 жылды бітіріп, қолдарына аттестат алып, өмір жолына аттанып отыр. Міне соған сіздер кеш ұйымдастырып отыр екенсіздер. Сол кештеріңізге рахмет. Мен мынау біздің өзіміздің тұрған ауылымыз Ынтымақ ауыл әкімшілігінен келіп отқан өкілді шақырмақшымын. Содан кейін біз бастамақшымыз. Біздің осы негізгі еге болып отырған Ынтымақ ауыл әкімшілігінен бір азаматты шақырсақ осы жерге. Абдрахманов жоқ қой, келген жоқ па? Онда Сматла ағай келе қойсын осы жерге. Енді сол кісі сол ауыл әкімшілігінен сөйлесін. Содан кейін барып, біз өзіміз осы жерде егеміз. Осы жердің қожасы біз сөйлей береміз. Осы кісі ашсын. Құрметті ата-аналар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бүгін мынау неше жылдан бері армандап жүрген түлектердің ұшқалы отыр. Соның қуаныштарын осы жерден барлықтарыңыз оқытқан ұстаздарға ең ақырғы несі деп шай берейін деп ұйымдастырғандарыңыз үшін рахмет. Айтамыз, мынау осы мектептен көп осындай түлектер өскен, шыққан, сол жақсы алда Астанадан, облыстан, ауданнан орын алып жүрген кісілер бар. Мына түлектерге сол кісілердің жолын берсін деймін. Еліміз тыныш болсын, президентімізге сабыр берсін, жалпы аңшылық. Рахмет. Өйткені біздің осы ауыл әкімшілігінің өкілі сөйлегеннен кейін не болып қалды? Сөйлегеннен кейін бізге жол ашық деп айта аламыз. Ал енді мен сөзімді бастайын. Құрметті ата-аналар, жасап отырған дастархандарыңызға көптен көп рахмет. Мынау сіздердің балаларыңыз, осы балаларыңыз бен қыздарыңыздың құрметі үшін, солардың қуанышы үшін жасап отырған дастарханыңызды біз құрметтеп келдік. Енді осы дастархандарыңызда отырған балаларыңызды кеш 6-ға дейін бола ма, жоқ болмаса таңертеңгі 7-ге дейін бола ма, сіздер осы балаларыңызға еге боласыздар. Кеш біткеннен кейін балаларыңыздың қолынан ұстап, жетектеп, үйлеріңізге алып барып еге болып. Енді бізден бұлар кетеді, өздеріңізге жетеді, біздер жауап бермейміз. Егер де бір жағдай болатын болса, ата-ана мен баланы милицияға мен береміз. Себебі барлық тәрбиесіне, барлық оқуына осы бүгінге дейін біздер жауап беріп келдік. Әлі де жауап береміз. Бірақ егер бір жағдай болатын болса, сіздердің жауапкершілігіңіздің күшті екенін сезініп отырғандарыңыз дұрыс болады. Сондықтан алдынан айтқым келіп отыр. Ата-ана, қымбатты ата-аналар, алдарыңыздағы ащы сусынды ішпеңіздер. Мен тура осылай айтам. Балаларыңызға еге болыңыздар. Ал енді бұл әрине сіздерге айтқан сақтандыру міндетіміз біздің. Өйткені барлық жерде қазір кеш болып жатыр. Қазір мынау көшемен келе жатсақ, осыдан бірнеше жыл бітірген оқушылардың өзі топ-топ болып жүр. Олар да сіздердің перзенттеріңіз, сіздердің балаларыңыз, қыздарыңыз. Міне сондықтан да арасында бір нәрсе болып кетпесін деп сіздерді ескертіп отқаным. Ал енді мынау 38-ші түлектер